бір қызық дүние айтқым келіп отыр бүгін. Бұл қызық дүние Шәкәрімнің үш анық деген еңбегінде келеді. Шәкәрім айтады, көптеген дәлелдерді алып келеді да Құдайдың барлығына. Соңында естіп айтады, мен адамдарға таң қаламын дейді, Құдай жоқ деген дейді. Өйткені адамдарда ұждан деген дүние бар дейді. Ұждан орысша айтқанда совесть деп, өзі сөйтіп айтады, орысша айтқанда совесть дейді. Ұжданның жұмысы, мен мәселен бір Қайрат деген жігіт болды ма? Қайрат деген жігітті алдап, бауырым, мен сені ойлаймын, сен маған қымбат болғаннан кейін мен саған мынаны сатайын деп жатырмын деп бірден сені алдап сатып жібердім да. Оның ойы мен ол туралы жақсы ойладым. Бірақ мен өзімнің ішімнен білемін ғой, мен оны алдағанымды. Менде ұждан бар да. Мен ананы ұяламын, неге үйттім мен деп. Болмаса мен біреудің затын бүлдіріп қойсам, ешкім көрмесе оны, мен алаңдаймын. Ешкім көрген жоқ оны, ешкім байқаған да жоқ оны. Бірақ мен оны алаңдай бастаймын да. Осы кезде осы алаңдау не үшін дейді. Шәкәрім айтады, егер сенің алаңдауың біреу көріп қояды, біреудің ойы өзгереді деген болатын болса, адамдарда сен үшін Құдай жоқ болатын болса, онда жалпы неге алаңдайсың сен? Ал егер сен алаңдап отырсаң, демек сен Құдайдың бар екенін біліп тұрсың. Өйткені кім сенің қасында бар? Кім сені алаңдатып отқан? Ол ешкім білмейді. Әлемде ешкім білмейді сенің жасағаныңды оны да. Бірақ біз ішіміздегі ұжданымызбен ұяламыз ол қылығымыздан. Неге ұяламыз? Өйткені біз білеміз, біреу бар, бізді көріп тұрған, біліп тұрған. Шәкәрім осыны айтады. Ұждан Алланың бар екеніне ең үлкен дәлел дейді. Сондықтан да кейбір атеистер ұялады, ұждан бар ғой. Шәкәрім айтады, ол атеистердің өздерінің ойлап таубағандары денесіне, санасына қайшы кепті дейді. Санасы түсініп тұр Құдай бар екен дейді. Санасы түсініп тұр оны Алла жаратқанын дейді. Сондықтан да ода ұждан бар дейді. Бірақ ол өзінің ойымен, ақыл деп ойлап жүрген нәрсесімен Құдай жоқ дегенде сол денесі, ішкі сана сезімі сезіп тұрғанды қайтарғысы келеді. Демек, қандай атеист ұждан болатын болса, совесть болатын болса, демек оның денесі де, санасы да түсініп тұр, мейлі ол өзі қарсы шығып тұрса да, ойымен біліп тұр Алланың бар екенін. Сондықтан да мұсылмандар айтады, білесіздер, қандай да бала туылған кезде мұсылман болып туылады дегеніміз, оның денесі, санасы сезіп тұрады Құдайдың бар екенін. Ойлан, қазақ.